сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздермен бірге мемлекеттік практикадан өтіп жатқан мектебіме блог түсіргім келіп тұр. Ол қандай мектеп десеңіздер, әрине, тадам, Назарбаев зияткерлік мектебі. Кіре салысымен күзетшілер осындай пропусктан өткізеді. Бұл бірінші қабатты, көріп тұрғандарыңыздай ерекше дизайнда жасалған. Осындай жоғарыда күмбесі бар, өте жарық, және төменде күн тұр. Осындай дивандармен, барлық жабдықтармен көмкерілген, елбасымыздың мүсіні орналасқан. Әрбір этажында ерекше гүлдер, осындай картиналар, сонымен қатар ерекше суреттер, ерекше жазулар, адамның біліміне деген ынтасын ашатын қанатты сөздер жазылған. Бірнеше блоктарға бөлінеді. Мәселен, А блогы, Б блогы, Г блогы деген сияқты блоктарға бөлінеді. Әрине, міндетті түрде барлық жерде камера. Біздің мына жерде ұлы ғалымдарымыздың, білімді бабаларымыздың бейнесі көрсетілген. Күмбезіне қарасаң, көз тоймай қарап тұра бергің келеді. Өзіміз ауылдың мектебінен шыққаннан кейін бұндай Назарбаев зияткерлік мектебінен практикадан өту және осындай жерде өз біліміңді сынау, одан әрмен дамыту мен үшін үлкен мәртебе. Мына жерде әрбір түлектердің 11-ші, яғни олар 12-ші сыныпты бітіреді. 12 сыныптан бітірген түлектердің суреттері көрсетілген, ал бұл маған берілген сынып. 9-шы В сыныбы. Өте ақылды, ерекше сынып. Бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай әрбір апталықта акция залдарында концерт өтеді. Ерекше форматта бұл да көріп тұрғандарыңыздай. Барлығы осындай ерекше естеліктердің барлығын камераға түсіреді. Бұл оқушылар әрбір үзілісте осылай келіп, кітаптардан ақпараттарды жинайды. Бұл менің сыныбым, БЖВ тапсыру үстінде ағылшын пәнінен. Бұл бірінші топ, екі группаға бөлінеді көбінесе пәндерде. Ал бұл олардың кабинеттері, ішінде ерекше барлығы көрсетілген. Сонымен қатар олар үзіліс кезінде осылай кез келген жерде демала алады. Бұл мектептің ерекшелігі, ешкім шуламайды. Ал бұл кітапхана. Кітапханада мен өзімнің жұмыстарымен айналыстым. Ішінде ағылшын, орыс, қазақ тілдерінде және басқа да тілдерде болуы мүмкін, оны байқамадым. Кітаптар бар, өте қызықты. Ал бұл менің практикада бірінші аптада бақылау аптасы болып, оқушыларды тексеріп, оларды қадағалап, жазулармен, өздерімен танысып, адаптация жүргізіп жатқан кезеңдерім. Әдейі камераны қойып қойған едім. Ал бұл караоке айтып жату үстінде. Қараңыздар, қазіргі заманның балалары қандай бақытты. Қалаған дүниелерін жасай алады, өздерін еркін, ойларын ашық жеткізе алады. Тәуелсіз елдің тәуелсіз ұрпақтары. Ал бұл біздің бірінші этаждағы Б блогы. Осылай әрбірінің ерекше сөрелері орналасқан, ішіне қалаған заттарын, кітаптарын, артық аяқ киім, сыртқы киімдерін барлығын осында іліп қояды. Мен өзім блог түсірген кезде бұның барлығын қамтай алмадым, себебі мектеп өте үлкен, көптеген блогтарға бөлінген. Өзімнің көп жүретін кабинеттеріме осылай сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Қарасаңыздар, ішінде керемет картиналар, көрнекіліктер, балалардың өз қолдарына шыққан технологиялық бұйымдардың барлығын осы жерге тізіп қойған екен. Ал бұл олардың формасы және бұл олардың кубоктары, жеткен жетістіктері, оқушылардың барлық марапаттары көрсетілген. Енді қарасаңыздар, отыратын орындықтары, атмосферасы, жайлылықтары барлығын сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Балаларға барлық жағдай жасалған. Ал бұлар тамақ ішу үстінде үзіліс кездерінде осылай барлығы жиналып, осы шаңырақта билейді, өнерін көрсетеді. Қарасаң, көз тоймайды. Олардың бір-біріне беретін демеулерінің өзі қандай деңгейде екенін осы видеодан көріп тұрған шығарсыздар. Бала өздерін өте еркін сезінеді және сонымен қатар бір-бірлерінің өнерлерін ерекше қолдай алады. Сабақ үстінде оқушыларға осындай интерактивті тақталармен барлығымен толық қамтылған. Оқушыларға арнайы ютубтан сабақ көрсетілуде, үзінділері. Ал бұл менің алғашқы өткізген сабағым. Атым молекула әдісімен оларды ойнатып, кейін топқа бөлген едім. Оқушыларға бұл өте қызық болды. Бұл сынып үзіндісі. Менің ең алғашқы қазақ тілі сыныбым. Дәретханаларына дейін жарық, таза, әдемі. Сонымен қатар мұғалімдерге бұнда қағаз шығаратын принтерлары, маркер, фломастер барлығы өздері дайын алдын ала беріледі. Оқытушылар өздері сатып алып әуре болмайды, барлығы қамтамасыз етілген. Осымен менің кішігірім влогым аяқталды. Видеоны лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса комментарийде күтемін. Назарларыңызға рахмет.